So'yishsiz ağa. Жоқ, соймаймын. Сойып көрген жоқпын. So'yib ko'rgan jo'qsiz. Готовый yo'q. Жеймін. Мынау қай жер аға? Так, мынау омыртқа қойын. Омыртқа емес пе? Қабырға аға. Дұрыс көрінбей тұр ғой. Дұрыс көрінбей тұр ма? Әйтпесе сойып жүрген балдарымызды қойшы. Мынау аға. Так, не ғой, төс қой. Так, мынау қай жер аға? Зет, ну. Братан, білмеймін, зат жоқ, зат ұстамай. Омыртқамен бас ортасында тұрып. Жерке? Мойын дейді. Мойын еті. Білесіз ғой, не көресіз ғой да, жек көрдіңіз а? Жейміз. Айырамыз. Мынау аға? 9 жылдық қоян зет, ну. Дәл өзі аға. Осы қабырға бар ғой, білесіз а? Сол ана жеріне қыттай кесетте жарға лақтырады ғой. Қай жер еді аға сол? Жоқ, енді сол қабырғада болады ғой, нағыл дейтін еді. Бір түкіретті жарға жабыстырады. Не үшін жабыстыратын еді аға? Не үшін екен? Келін сұлу болады деп па қалай? Қыттай балдар әйелін әдемі болсын деп лақтырады. Сондай. Мынау кім аға? Көйіп кетті ғой. Мынау Никулин болар, бұл қайда білейін? Никулин? Танымаймын ал. Аға, дәл осы қойға тойып алған тыңқиып тұрған қазақ қой. Тыңқиып тұрған. Мынау ұқса. Мынау ұқса. Мынау оқы жөре қойыңыз. Қазақ гриль дей ма? Атырауда Новойдан қазақ гриль дейтін ашылып жатыр аға. Еті дейтін 3 күн бойы маринадта тұрады, 7 сағат пісіреді. Өте дәмді гриль, қазақ гриль деген. Қонақтар келіп жүреді, жақсы болды. Қонақтар келіп жүрсе, сізге дәл осы қазақ грильдан 10 мың теңгелік сертификат аға. Ура! Рахмет. Кел, пұта су жүрсің. Мынандай нені?